Облыста қазір батырылма жүріп жатыр. Соның ішінде неше түрлі суды аз жұмсайтын дақылдар егілуде. Сол дақылдардың біреуі майбұршақтың өсімдіктері шыққаннан кейін культивация жасалады. Культивация жасалғаннан кейін ол жер суғарылады. Мына гүлдеген кезде міндетті түрде майбұршақтың егістігін суғару керек. Дәннің жетілуіне көп әсер етеді. Егер сол кезде жақсы су ішсе, өнімі жақсы болады. Бұның ең бірінші мәселе отақтан таза болу керек. Еккеннен кейін бірден пивот деген гербицид берейік деп тұрмыз. Өзі гербицид неше түрлісі болады. Пивот дейді, дуал год дейді, фронтир оптима дейді. Бұл шаруашылық енді пивот деген гербицид алған. Соны қазір егіп болғаннан кейін беріледі. Бұл гербицид бір айға дейін әсер етеді. Сол отақтарды жоюға көп әсері бар. Арасында культивациямен жүріп суғарылса, ойдағыдай өнім алу болады. Биыл жаңа қант құмайы, арпа, сұлы, түйе жоңышқа егіп жатырмын. Нәтижесін балапанды күзде санайды деген. Ауыспалы егістіктің көлемінде басқа дақылдарға көшу. Олардың да үлкен пайдасы бар дақылдар. Сондықтан соны егуіміз керек, әрі қарай жалғастыруымыз керек. Қызылорда облысында тек қана өсімдік шаруашылығы емес, мал шаруашылығының қарқынды дамып келуіне және біздің жайылымдық жерлердің шектеулі екенін ескеретін болсақ, онда біз мал азықтық дақылдарды күріштің ауыспалы егістігінде дұрыс орналастыру, соның ішінде суды аз тұтынатын рентабелдігі, яғни таза пайдасы еселеніп күріштен кем түспейтін дақылдарды орналастыру саясаты өз жалғасын тауып, оны біз әрі қарай сүйемелдеуге біз кепілдік бере аламыз. Бұл бағытқа өту шаруаларға оңайға түспейді. Себебі әр дақылдың артында оған сай техникалары, оған сай технологиялары болу керек. Міне осы бағытты әрі қарай іске асыру үшін мынау күріш ғылыми зерттеу институтының базасында агропарктың құру сәті келгені және оны әрі қарай созуға болмайтыны айдан анық. Себебі осындай дақылдарды өсіруде алғашқы кезден қателіктер кететін болса, онда біз әр тараптандыру саясатын және оны өндіріске тез ендіру бағытын кешеуілдетіп аламыз. Осы бағытта жұмыс жасауға, бірге жұмыс жасауға шақырамын.